Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Ең әділ сайлау. Сайлау болады дегеннен бері атамнан маза кеткен. Әжемнің де берекесі қашты. Құдая дейді күрсіне сыбырлап. Соғыс тынып, енді ғана еш шиіп келе жатқанда бұл қай зауал? Тәңірім, өзің сақтай көр. Оңашада атам жоқтаған айтады. Ал атам бір жола қатуланып алған. Фермаға қатысты қыстауларды түгел арылап шықты. Биыл ғана 9-шы класс бітірген, есепші болып келген Тұрашқа табақтай қағазға тізім жасатты. Кеңсе басынан әкелген 4 кез қызыл матаны ортасынан ендейтіліп, 3-ке бөлгізіп, сүтке езілген, ұнтақталған ақ кірішпен 3 түрлі ұран жазғызды. Мектепке бармысымда оқи алам, әлі есімде. 1-ші ұран Сталин, ол бүгінгі тірі Ленин. Ура! 2-ші ұран адамзаттың данышпаны ұлы Сталин жасасын. 3-ші ұран партияның адал ұлы большевик Бондаренкоға бір ауыздан дауыс берейік. 1-ші ұран ферма бастықтың, яғни біздің үйдің маңдайшасына ілінді. 2-ші ұран қабырғасы бізбен жапсырлас, бірақ даланы бөлек, құлағы мүкіс, жолжан қойшының үйіне, күнес шақтағы терезені бастыра бекітілді. 3-ші ұран қарама-қарсы тұрған үлкен қой қораның сыртқы қабырғасына шегеленді. Мен бар шаруа сонымен біткен шығар деп ойлаған. Жаңа басталыпты. Қызыл ала ұрандар түгел өз орнын тапқан соң арада апта өтпей, біздің 2 бөлмелі қоржын тамның төрі босатылды. Үйдегі бар мүлік, бетіндегі зерлі сүйегі сөгіліп түсе бастаған ағаш төсек ауызға шығарылды. Ірге жақта тұратын оюы, өшуге айналған үлкен сандық даланға көшті. Бөлменің тақыр еденіне әр жерден қазық қағылып, оған төбеге тірей бірнеше сырық байланды. Сырықтардың арасына аудан орталығынан жіберілген судыраған жаңа, қымбат қызыл матау оңды-солды тартылып, шымылдық құрылды. Шымылдық ішіне сырмақ төселіп, қалған жерге алаша текемет жайылды. Терезе пердесіне бір шоқ қызыл мата байланды. Бәрін басқарған жоғарыдан арнайы келген уәкіл. Үстіне тамағы тарта түймеленген сары френч киген, түсі суық, бүйрекбет жас жігіт. Ырсылдай ыңырана, әрең сөйлейді. Өзі қазақ, аты Карл екен. Жалғыз емес, қасында жұртпен тіпті атамның өзімен шытынай сөйлесетін, ал уәкіл аузын ашса болды, емпеңдеп тұратын тағы 2 кісі бар. Үшеуі атамды, көрші қыстауда тұратын, орнына жасы кәмелетке толмаған есепші Тұрашты жіберіп, малдан алып қалған қарымсақ ақсақалды ертіп, қора қопсыны түгел айналып шықты. Ұрандарды қайта-қайта оқыды. Айналып үйге кірді. Жаңағына құрылған шымылдықты тексерді. Содан соң бәрі қосылып, әлде бір қағаздарға қол қойды. Бәрі дұрыс, бәрі дайын десті. Ертең сайлау. Сәтімен болсын десті. Ертеңіне таң қараңғысына тұрдық. Есік алдына біраз адам жиналып қалыпты. Ферма орталығы аталатын 2 үйден 15-20 шақырым мөлшерде. Әр тарапта қыстайтын малшы күзетшілер, яғни қойшы шалдар мен күзетші кемпірлер. Күйеулері майданда өлген 1,5 жесір келіншектер, қыз 40. Мінгесе ұшқаса келген. Қаудыр тон, жаман тымақты 1,5 балалар да бар.
советтік сайлау бүкіл халықтық мереке. Кәмелетке толмаған балалар дауыс бермейді. Бірақ ата-анасымен бірге сайлауға келуге хақылы деген нұсқау болған. Яғни өкіметке адалдығыңды айқын көрсеткің келсе, балаңды ала келуге міндеттісің деген сөз. Уәкіл тізім бойынша сайлаушыларды түгендеді. 37. Жүніс қойшыдан басқа жұрт тегіс келіпті. Тағы 5 минут күтеміз деді уәкіл шытынап. 5 минут күтті. Тағы 5 минут күтті. Жүніс келген жоқ. Кемпірімен. Бұл кезде қалған халық тықырши бастаған. Қойларын қораға қамап кетіпті. Малға обал. Ұсақ балалар қараусыз қалған. Бірдеңеге ұшырауы мүмкін. Аппақ болып таң атты. Қапалақтап, қар жауа бастады. Сайлаушы халық сол кезде ғана ішке шақырылған. Әрине төрге емес. Ауызғы үйге де симады. Бір жақ бұрышқа мезгілінен бұрын жақында ғана бұзаулаған көк сиыр байланған. Шөп салам, шөпшек, қи шашылған даланға кірді жапырлаған жұрт. Дабырлап, салпылдап, опыр-топыр болып, ошарыла тоқтады. Уәкіл жұртты тыныштыққа шақырып, тамағын кенеп алдта қойнына қаттала бүктелген әлде бір қағазды әрең суырып, баппен сытырлата жазып, көпшілікті төбесінен асыра тағы бір шолып шығып, мақамдап оқи бастады. Тура етасым оқыды. Жамағат тыпыр етпей, демін әрең алып, елбірей мүлгіп тыңдаған. Мен де тыңдадым. Сонда ұққаным, бұл сайлау бүкіл әлемдік мәні бар оқиға. Факт. Жер жүзінің барлық аш жалаңаштары, кедей кепшіктері осы біздің сайлаудан ғана үміт күтіп отыр. Факт. Өйткені біздің сайлау ең әділ сайлау. Елге еңбегі сіңген кез келген адам сайлана алады. Кез келген еңбекші адам. Стахановшы. Ал халық қаналған, қайыршылық жайлаған капитал елдерінде тек байлар ғана сайланады. Ақшаға сатып алады. Кімнің ақшасы көп болса, кім көбірек пара берсе, сол сайланады. Яғни, ең арам адам, ең залым, ең зұлым адам сайланады. Ал бізде кез келген адал адам халық қалаулысы бола алады. Бұл бір. Екінші, біздегі сайлау төте сайлау. Яғни, қалаған кісіңізді бірден сайлайсыз. Ал зорлық зомбылық жайлаған капитал елдерінде олай емес. Алдымен сайлайтындарды сайлайды. Ол сайланғандар өз кезегінде тағы басқаларды сайлайды. Қойшы, әйтеуір сайлана келе, манағыдай ел жеген ұры, жұрт тонаған қарақшы, нағыз халық жауы, сұмпайы біреу сайланып шыға келеді. Үшіншіден, біздің сайлау ерікті, азат сайлау. Қалаған адамыңызға дауыс бересіз. Бізді ұлы Сталин жеңістен жеңіске бастап отыр. Сондықтан ұлы Сталинге дауыс бересіз. Бізді большевиктер партиясы бақытқа жеткізіп отыр. Сондықтан большевиктер партиясына дауыс бересіз. Біздің нөмір пәленбайшы Бұлғыртау Нарын округі бойынша халықтың ең адалулы Алматыда тұратын, бірдеңенің бірдеңесін басқаратын Бондаренко, сондықтан Бондаренко жолдасқа бір ауыздан дауыс бересіз. Үлкен еңбек өрлеу үстінде қуанышты көңілмен жігерленіп, қайраттанып дауыс бересіз. Ал азып тозған күннен күнге кері кетіп, құлдырап бара жатқан капитал елдерінде бәрі керісінше. Бір орынға неше адам таласады. Бәрдің де ақшасы көп. Соның қайсысы сізге көбірек ақша төлесе, тойыз. Кім сізді паралап сатып алса, тойыз. Ең оңбаған кім болса, соған дауыс бересіз. Және
сізге ешқандай пайда жоқ. Бұрынғыдан әрмен қайыршылыққа түсесіз. Төртінші, біздің сайлау жабық дауысты, жасырын сайлау. Қалай бересіз, кімге бересіз, өзіңіз ғана шешесіз, өзіңіз ғана білесіз. Ал арамдық жайлаған, адам баласының ар-намысы тапалған капитал елдерінде кімге кім дауыс беретіні, кім сайланатыны күні бұрын белгілі. Халықтың қанын сорып отырған қанаушы тап күні бұрын кесіп пішіп, шешіп бекітіп қойған. Міне, санаулы ғана күн қалған капитал әлемінің бет пердесі. Міне, мәңгі жасар советтік әділ сайлаудың мәнісі. Факт. Тағы басқа да айтқаны көп еді, бәрі бірдей есте қалмапты. Сонымен уағыз бітті. Күн көтеріліп кеткен, жүніс қойшы әлі жоқ. Бірақ бұдан ары күтпедік. Жұрт бір ауыздан жаппай дауыс беруге шақырылды. Атамның баласы болсам да, маған төргі үйге баруға рұқсат жоқ екен. Оған өкпелемедім. Советтің заңын бұзуға ешкімнің шамасы келмейді. Оның есесіне кеше ғана ауыз үйге көшірілген төсектің үстіне шығып алдым. Төргі үйдің есігінің тура қарсысы бәрі көрінеді. Дәл босағаға уәкілдің екі көмекшісі жайғасты. Алдарында сәк үстінде қатталған төрт бұрышты көкшіл қағаздар жатыр. Уәкілдің өзі шымылдық іргесінде ішкерірек тұр. Қасында қара ала текемет үстінде, қашан әкелгенін, қайдан шыққанын білмеймін, төбесі тесік, қызыл жәшік тұр. Сайлаушылар бір-бірлеп жоғары жылжи бастады. Ең алда Қарымсақ ақсақал. Менің жасым үлкен, мен бірінші болып дауыс беруге тиіспін дейді, көкала сақалы селтең-селтең етіп. Мен ұзынашы қалған озат қойшымын. Стақан болуға тақаған қойшымын. Бірінші дауыс менікі. Қалай? Зап берме жолдас. Уәкіл атама қарап. Қарекең жасы үлкен, жолы да үлкен ақсақалымыз. Алдымен дауыс берсін, дейді атам. Жасын жолын айтпаймын, деді уәкіл шытынап. Еңбек көрсеткіші қалай? Еңбегі ешкімнен кем емес. Биыл көтерінгі міндеттеме алып отыр. Жүністен соңғы ең озат қойшыларымыздың бірі. Жүнісіңізді қоя тұрыңыз, факт, деді уәкіл, бұрынғыдан әрмен шытынап. Беті білеуленіп, орты көгеріп кетті. Сайлауды сарбат ете жаздады. Сол ма озасыңыз? Жарар, тексереміз, анығына жетеміз, факта. Бірінші дауысқа Қарекең лайық, деді атам, сәл төменшіктеп. Так, факта. Қарымсақып, тойыс, Қарымсақ, сарымсақып жолдас. Әлемдегі ең әділ, ең төте, ең еркін сайлауда біздің учаскі бойынша бірінші болып дауыс беру құрметі сізге жүктеледі. Қол соғып қояйық, жолдастар. Жұрт жамырай, шашырай қол соқты. Қарымсақ ақсақал алақанын уқалап, иығын қомдап алға басты. Төргі үйдің босағасынан аттарда уәкілдің көмекшілері қолына ұстатқан төрт бұрышты көк қағазды кеудесіне басып, содан соң төбесінен асыра көтерді. Сталин, ол бүгінгі тірі Ленин. Ура! Деді қырылдай дауыстап. Адамзаттың данышпаны ұлы Сталин жасасын. Босағадан адымдай аттады. Төбесі жыртық қызыл жәшіктің қасына барды да, қолындағы мүбәрәк қағазды мимасдап, қақ ортасынан екіге бүктеді. Мен бүгінгі тірі Ленин, адамнан асқан данышпан, жер жаһанның жарық күні ұлы көсем Сталинге дауыс берем.
деді. Есік сыртында қалған, босағадан сығалап тұрған барлық жұртқа естілетіндей көтеріңкі үнмен: Мен большевик партиясының адал ұлы, қырағы жолдас, болат жүректі, шекіс Бәндірейге дауыс берем. Бондаренко жолдасқа уәкіл дауысын көтермесе де, таңбалай, нығарлай сөйлеп: Мен Бәндірейге жолдасқа бар дауысымды берем, деді қарымсақ ақсақал тайсалмастан. Сарымсақ жолдас, кімге дауыс беретініңізді бір жола шешу үшін шымылдың ішіне кіріп шығуға болады. Уәкіл сүзе қарап: Уәкіл жолдас, біз бетперде дегенді білмейміз. Біздің жолымыз партияның айқын жолы. Біздің жасыратын, бүгетін ешқандай сырымыз жоқ. Біз ешкіммен именбестен ашық дауыс береміз. Солай деді де, тізесін бүкті. Тізесін бүкті де, қолындағы бүктеулі қағазды қызыл жәшіктің жырығына тоғытты. Қолындағы қағазын қызыл жәшіктің жырығына тоғытқан соң, мойнынан 90 батпан жүк түскендей жайнан қағып, ойнақтап шыға берді. Енді кетуге бола ма, қарағым? Деді уәкілге қарап. Мал қорада қалды, обал ғой. Күн көтеріліп кетті. Мен барғанша кеш батады. Тым құрса, іргелеті жайып үлгерермін. Жиналысқа кемпірді тастап кетейін. Өзім жүре берейін. Қарағым. Уәкіл қолын сілтеді. Кетсең кет, кетпесең қой. Мал қырылса жауап бересің. Сайлауды бұзсаң. Уәкілеке, дауыс бергендер қыстауларына қайта берсін бе? Деді атам араға түсіп. Малдары қамаулы, түгел ем қалған. Қасқыр түсіп жүре ме, өрт шыға ма, бала шағасын бекітіп кеткендер де бар. Уәкіл қабағын шытап, тағы да қолын сілтеді. Қайса қайсын, бірақ жауабы сенде. Дауыс бергендерің қайту рұқсат. Біздің сайлау күнгі міндетіміз еңбекті үдете түсу, деді сайлауға дайындық басталған саясатқа төселіп қалған атам. Дауыс бергендерін қайтуға рұқсат. Біздің сайлау күнгі міндетіміз еңбекті үдете түсу, деді сайлауға дайындық басталғалы саясатқа төселіп қалған атам. Екінші кезекте Жолжан Қойшекең, кәрілердің санатында жоқ. 50-ге жаңа ілінген, қайратты, еңбекшіл адам еді. Алға шығып кеткені сайлауда қандай тәртіп барын білмейді. Күннің күркірегенін найзағай жарқылынан ғана ажырататын таскерең. Осы соғыстың алдында ғана 2-3 ай тергеуге түскен екен. Қос құлағынан бірдей айырылып қайтыпты. Қабыршағына ши жүгіртіп, тесіп жіберіпті десетін. Мүмкін бақыты шығар, соғысқа жарамай қайтып келді десетін. Аяғында сырма пима, бұтында тізесі шыққан тері шалбар, үстінде етегі кесілген май-май қаудыр тон, басында құлағы жалбыраған, тысы өрім-өрім сең-сең тымақ. Ентелеп жетіп барды, апырай, бірдеңені бүлдірмесе егет деп жұрт шошынып тұр. Жолжан дауыс беретін қағаздың біреуін алып, екіншісін сұрап еді. Уәкіл басын шайқап, соқ саусағын көтерді. Содан соң шымылдыққа нұсқаған. Жолжан жан-жағына жалтақ-жалтақ қарап, тура төрге беттеді. Ысыра сығалап, шымылдықтың ішіне үңілді. Ештеңе жоқ, деді содан соң айғайлап. Болды, қалғандарын қарамай-ақ қойыңдар. Бұл пәлеге дегендей. Енді дауыс қайда? Деген уәкілге қарап.
Уәкіл бас изеп, төбесі тезік қызыл жәшікке нұсқады. Жолжан қолындағы көлдей көк қағазды добал саусақтарымен сытыр-сытыр еткізіп, екіге бүктеді. Содан соң сықыр-сықыр еткізіп, тағы бүктеді. Енді бір бүктесем бекен, әлде умаждап, лақтырып тастасам бекен дегендей, өз қолына бір, қызыл жәшікке бір қарап, аз бөгелді. Мен дауыс берем. Содан соң дарылдай айқайлап. Мен бәндір сәлдіріңді білмеймін. Мен адамзаттың данышпаны, бүгінгі тірі Ленин, бізді жеңіске бастаған, осы бақытты заманға жеткізген ұлы көсем Сталин жолдасқа дауыс берем. Ешкім теріс дей алмады. Сталиннің аты аталғанда бәндір сәндірді кім жоқтамақ? Жұрт тегіс дауыс беріп болды. Бір адамнан басқасы. Өгізтауда тұратын Жүніс қойшы ұшты күйлі жоқ. Зат берме жолдас, деді уәкіл, жарыла жаздап. Бұл не саботаж? Сайлаушыларың қайда? Бәрі дауыс берді, деді адам күреңітіп. тек әлгі Жүніс байғұс қана, кемпіріммен екеуі. Айна тұрған 37 адамның екеуі деңіз. Факті. Сайлаушылардың неше проценті? 94% қамтамасыз етіп отырсыз. Неге саботаж жасайсыңдар? Сайлауды болдырмай тастаудың мақсаты ма? Кімге қарсы? Өкіметке ме? Әлде партияға ма? Бәріміз де жақтаймыз, уәкіл жолдас, деді атам, ақ тер, көк тер болып. Бұл ұңғырда адасып кетті ме? Әлде басқа бір кеселге ұшырады ма? Мана, дауыс беру басталғанда алдынан ат шаптырғам. Әлгі есепші баланы келіп қалар. Азғана күтейік. Береді дауыстар. 2-3 адамның қарсылығынан Совет үкіметі құламайды, деді уәкіл салмақты ызбармен. Мен көп болса, сөгіс алармын. Ал сен, деді. Соқ саусағын атамның аппақ сақалына тірей жаздап. Басыңмен жауап бересің. Факт. Сол сәтте терезе қағылған. Сырттан айғай шықты. Келе жатыр, келіп қалды. Міне аттан түсті. Қазір. Келер мезетте ескі тонының етігі далиып кеткені, ентіге пысылдаған Жүніс қойшының өзі де көрінді. Көзі ақиған, сирек мұттары шашыраған, қып-қызыл егіне қап-қара тілі жылтың-жылтың етеді. Еш жоқ, түс жоқ. Сорлау, кемпірің қайда, деді. Манадан бері ауыз үйде, пеш түбінде үн-түнсіз күйбеңдеп, ас дайындап жатқан әжем. Кемпір кетті. Мүңкір-нәңкірдің алдында дауыс беруге кетті. Әзірейілге мінгесіп. Үй ішінде өлі тыныштық орнады. Жұрт айран асыр, әрі-сәрі отырып қалған. Әкелі әлгіңді, деді Жүніс, көзі бұлшықтана жасаурап. Бақырып, даусымды беремде, кетем тез. Қараңғы алды бәрі де. Жолдас, қылжақты қойыңыз. Уәкіл түсін суытып. Онсыз да сайлауды сырбатқыла жазадыңыз. Ергіп жүрдейсің бе? Қазір аттанамыз. Кеш батқанша арқарлыға иек арту керек. Одан ары тағы бір қонақ. Ақ қар көк мұзға қарамай аудан орталығына жеткізу қажет. Әлде сайлау ертеңде ойладыңыз ба? Бүгін айтылған ескертілген алыс отырылардай 2 күн бұрын өткөріледі деп. Ал сіз сылтауратып мазақ қылғыңыз келеді. Көп мұжымай, даусымды қолыма бер, деді Жүніс, басын шайқалақтатып. Шынында да есінен адасқан адам сияқты. Бірақ ешкімге сөкет көрінбеді. Бәрі тына қалған. Тек уәкіл ғана сол әуелгі мінезінен айнымады. Жүніс Молдабай, деген қолындағы тізімге қарап.
Беріңдер бюллетенін. Өлген анық болса, Молдабаева Күлсараның бюллетенін әктімен жабамыз. Тойыз тізімде жоқ есепте. Тойыз біз 100% қамтамасыз еттік. Құттықтаймын жолдастар. Кіші уәкілдер берекесіз шапалақ соқты да, алдарында қалған екі көк қағаздың бірін Жүністің қолына ұстатты. Сөлбірейген Жүніс төрге шығып, төбесі тесік жәшіктің қасына барып, тізе бүкті. Жүніс Молдабаев жолдас, кім үшін дауыс бересің? Деді уәкіл. Мен Деді Жүніс, бетін жұртқа бұрып. Мен адамзаттың данышпан ұлы Сталин үшін дауыс берем. Бізді жеңістен жеңіске бастаушы Большевик Сталин. Большевик халықтың адал ұлы Бәндерек. Жүніс еңіреп жіберді. Құдайдан бір ұшақ сап тілеп алған жалғыз ұл. Атын естімеген жаумен соғыста ол өлді. 40 жыл шәй деспеген қайран күлекем. Тымыш, Деді уәкіл. Жүністің басын сүйеуге ұмтылған әлдекімдерді жасқап. Алдымен дауыс берсін. Жеке, оңаша, заң солай. Өзі дауыс берсін. Халық қалаған кандидатқа дауыс беру әрбір совет азаматының қасиетті парызы. Парызы, әрі право осы әрбір совет азаматының. Жүніс Молдабаев жолдас, алдымен дауыс беріңіз. Содан соң айтасыз әңгімені. Жүніс салбырап кеткен басын жоғары көтеріп, жәшікті қармаланды. Бір қолымен сүйене ұстап тұрып, дәтін бекітті. Содан соң қолындағы қағазды тесікке салуға тырысқан. Бармады, симады. Бүктеп саласыз, деді уәкіл қатқыл үнмен. Жүніс қолдары қалт-қалт етіп, көк қағаздың екі басын қосты. Ортасындағы бүктеуін жатқызып, сылай бергенде аспан қақ айырылды. Көзі жасқа тола бұлшықтанған, қызыл иегі кемсеңдеген Жүніс шал көк қағазды бүктей бергенде, өзінің сүйікті өкіметіне сенім білдірген, жоқ, өзінің өкіметке сенімді адам екенін айғақтайтын мүбәрак көк қағаздың бүктесінің сылай бергенде дыр еткізіп жыртып алды. Қасиетті көк қағаз дыр ете түсті. Аспан қақ айырылды. Төрдегі бас уәкілде, босадағы күші уәкілдерде, ауыз үйде енді фермадағы ең соңғы адамының азаматтық міндетін құтылуынан күтіп тықыржып тұрған атам, әлденедей шаруамен бөгілген тағы 2-3 кісі, бәрі де құдіретті күшті, қағары қатты Құдайдың өзі аспанды қақ айыра ақырғандай ақырып тұрып, 9 батпан гүрзімен қақ төбеден ұрғандай тарс тынды. Келер сәтте әжемнің ғана шар еткен дауысы шықты. Сорлай, сорлай, не жазып ең осыншама, Құдай-ай сақтай көр. Уәкілдер қолма-қол ес жиды. Апыр-топыр болған. Қақ ортасынан 2-3 елде айырла жыртылған көк қағазды есінен адасуға жақын қалде, қалтырап отырған Жүністің қолынан тартып алды. Қолма-қол акті жасаған. Солай да солай. Сайлауға қарсы, өкіметке, партияға қарсы. Халықтың қалаулы ұлына қарсы. Ұлы Сталиннің өзіне қарсы. Данышпан Көсебінің атын атап тұрып, бюллетенді жыртты. Соған куәлік береміз деп. Әуелі бас уәкіл қол қойды, содан соң кіші уәкілдер. Соның өзі жеткілікті екен. Бірақ бас уәкіл атамның да қол қоюын талап еткен. Біріншіден көзімен көрген, екіншіден ферма бастығы. Атам қол қоймады. Уәкілдер үгіттеді, ұрысты, қорқытты, көнбеді. Қап-қара боп түтігіп кеткен. Құныса жер сүзіп, басын шайқап отырып алды. Біріншіден ауыз үйде босағада отырғам. Көргем жоқ деді. Екіншіден мен мал санына жауап берем.
Молдабаевтың күтімсіздіктен өлтіргені, ішіп жеп қойғаны анықталса, айтыңыздар. Ал қағаз есебін жүргізетін өздеріңіз бұл іске менің шатағым жоқ деді. Өзінің қол қоймағаны аз болғандай, уәкілдерді үгіттей бастады. Мүмкін, әуелден жыртылғалы тұрған бөлетен шығар, ешкім көрген жоқ. Орнына жаңасын салса қайтеді деген. Уәкілдер әуелде таң қалды. Содан соң бір жола бүлінді. Әжем пісіріп қойған қуырдақты да жемеді, шай ішпеді. Қабырғасы бір, қақпасы бөлек саңырау, Жолжан қойшының үйіне барды. Оларда қайбір күй болсын. Қатқан ірімшік жепті. Түннен қалған суық сорпы ішіпті. Біздің үйде дастархан басында шала жансар жатқан жүністі де, таң атқаннан нәр сызбаса да майлы қуырдақты ауызға алмаған, сыздықтата ұрттап екі шыны шайытты әрең тауысқан атамды да біраз жерге апарса керек. Содан соң қайта айналып біздің үйге келді. Шымылдықтарын, бөлек салақ жіп шуларын түгел жинады. Біз халық жауы Молдабаевты қазір алмаймыз деді. Сіз айтқан аяушылық осы деді. Біз шекіс емеспіз, бірақ партияның адал солдатымыз. Ешбір қылмысты жауып жасыра алмаймыз. Жүністің тағдырын тиісті орындар шешеді. Сіз айтқан әділдік осы деді. Ал сіз айтқан адамшылыққа келсек, кімнің қандай адам екенін өзіңіз сот алдында келгенде көресіз деді. Сайлау, науқанына әзірлік дұрыс жүргізілмеген. Бұл бір. Сайлаушылардың уақытында дауыс беруі қамтамасыз етілмеген. Бұл екі. Жат пиғылды жау элементтер күні бұрын анықталмаған. Бұл үш. Ең бастысы, ауызға алып айтудың өзі сұмдық. Халықтың адал ұлы Болат большевик партияда барлар мен партияда жоқтардың блогы ұсынған сенімді кандидат Бондаренко жолдасқа қарсы қастандыққа жол берілді. Арада ай өтпей тиісті кісілер келеді. Тиісті жерлерге шақырады. Тиісті жазаларыңды аласыңдар деді. Жәшігін жанына байлап, аудан орталығына бет түзеген уәкілдер кетті. Қаусаған жүністі сүйеп, атына әрең мінгізіп, қаралы қыстауға атам кетті. Арада ай өткен жоқ. Жазғы күннің өзінде араға ек қонып әрең жететін аудан орталығынан ақ қарды кеудесімен жарып, көк мұзды қабақтарына қатырып, қызыл жағалы үш кісі келді. Бөгелген жоқ, тергеп, тексерген жоқ. Қылмыскер жүніс қойшы Молдабаевты, онымен сыбайлас Запберме Мағаш Жанбаевты алдарына салып алып, қайта айдады. Әжем екеуіміз жылап қала бердік. Бірақ әділдікке дауа бар ма? Атам қар сөгілі бір айдан соң аман есен қайтып келді. Қастандығы ұйымдастыру мәселесіне тікелей қатысы анықталмаған. Қылмысы жоқ деп тауыпты. Тек ферма бастықтан түскен. Ал жүніс шал тергеуде қалыпты. Жаз шығып, күз түскенде біз аудан орталығына көштік. Әскерде бір жолы босап келген аға осындағы 10 жылдық мектепке орналасыпты. Мен де оқу жасына толықпын. Небәрі 300-400 үйден құралған сар терек маған үлкен қала болып көрінді. Бала да көп, ойын да көп. Мен сабақтан әжептәуір қалып қойған екем. Төтеден бірер күн қатысып көргенде мектептегі тәртіп ұнамады. Содан соң атам келер жылы 2-ші класқа бірақ барады деп оқуға жібермеді. Түске дейін ертегі, әңгіме кітаптар оқимын, түстен кейін ойын, қол тимейді. Өткен ұмытылды, алдағының бәрі қызық. Сайлау күні сорға жолыққан жүніс шалдың жазаға кесілмегенін, қыс түспей-ақ, тергеу бітер-бітпесте кенеттен қайтыс болғанын кейін естідім.